резолюция. Без резолюции. Ну, обратите внимание, абсолютно Менің тема хадик тіл таза культура жазып тіл хадик тілдерге литератураның принциптері қостыр. Но хадик күнгі түстіват мен насымен шоқтырды. Николай Георгиевич Домашаковның тілінің ержізі. Мен салға қайын тақтады сақтышын политический принциптерден хадик біздің амға четірі хадик немелер бар. Но көрім ялзы, конечно, кебелстер найғасы, жүзі поезден найғасы, санықшы, менің көрдім, қадимен сесічен, мен санықшын пістің ең тулдыры, ең тілінің ең матылы масарын прайстыз, политический принциптерді прайстыз, кебелстің ұндайларын прайғады сезіндір, ең тулдыры тоқсылған қадидан санықшын мәсерін байыныр, тазы білерімен ашық. Ойкелі қадиді ұндайларды немет мен санымшым шектіндегі литературынан ең плюс яш ондайлар Россиянге толдырысын сығарсылығын бия. Хайдил таңмалар, аны же көрегелік таңмалардан, шоқтан шоқ теге шер, я қайты таңмалар. Но көмін газы мәсерім ашын, я хайдил, мен аны көтішім по Ренессанс тузындағы поэтердің синінде. Ренессанс тузы кемнер ұлдар. Англия литературын алзы Шекспир, я. Аны Италиян алзы Данте. Анын Узбектердің алзы көрім газы Алишернова, я. Аны Низами пар Азербайджандардан. Анан, допустим, Августа Петрарк, я. Лух Хаян, я. Мәсер наш оларда хринді тұршы, и ол көйлеген емес оларда. Нұға көйлеген емес. Пістан бәшін шоқты шөлі от болмандың көйлегі, мұнның көйлегі осы литературын ашылырзе. Ол көйлек емес, ол принцип. Қадик принципі. Көрінгі зот, идих Пушкинның қадиде хринді тұрғыза керек. Қадик принциптер. Бұл адам прай шаяшы кізлер, олар келгенер на ұндай тұзынды. Көрім ялза, Шекспир хажын пас-пастан. Анда латин тілі күсті болған. Шерсінде прай стезілі тоқыстар, кибелстерді прай латин тілі болған. Данте, латин тілінің киберлерін көр, ол пасыған қадет шөлі ұрыстар стезілер на простонародном итальянском языке, латин тілінің емес. А трактаторды тоқыстарын пасыған латин тіліна. И Данте нұғаның арты 50 ғасы қорған, олаңа шоқтан шыққан тілінің, по божественной комедии ол тілінің істес сығашы. Ол прото-ренессанс алдар жоғыстып шоқтызы. Шекспиреде келші ол Англия тілдегі прайматлар басарын немет сығашы оның принципті. Петрарк алзы көрінген ол едих немея. Ол жоқтып шықшылар по ренессансу, тұздағы Петр жоқтып шықшылар неменері кіздің әрі. Сезінің кері, что аның алынды Европаның алзы, анды Академияны көршім, или Академияны көршілі. Средневековый человек орыстық, ол худдай оңдайларын сығарып христианство по прай культуры занимет, үйін идеясы болған худдай, но естественно идеясы болған анын дәрі жоқ, худдай прайменнің азы. Бұлар кешелер шоқтып шылар. Хайдыда болзы кізі. И Петрарка хынстары, нұғал хынстары кәсі, ол ипші кізе хынсты немет. Анын артық ол кейбір хынстары, кейбір же ол и анантарши Дантаның, ол пастағы, ол кізлерінің призывылған ол Беатричи, на Петрарканың Лаура, на Шекспирның ардышы ол, но қадында бұзы хынстары. Ол хынс идеязы, и мәселемаш келгенде анын қайды хынс идеязы. И правил немелерді шоқты екерек бұл поэттердің қосте небетішізі. Но мәселемаштың үйін сағызы қабет болған тілінің оңдайын аймақ басқа жанрлар қостары күстірді. Мен бірғайты бағым, мәселен, ашсан қажынғы қамтюмыстан сықпырғанда, кемакен гемет дейшінзі, ладно, түшіп компиляцию, қадеті емес алдына шоқтамыстан. А мен сандапшын, мен сақсығын бәде поэт кізі, қажында компилирует полгоса просто, қадеті мен, ниже достоинство поэта жиза. Мен пішем, мәселен, аштың бүгін болған алты үндіңнің тілін алып, поэтшілі қатып аңы тоғымызға. И сыныпта кем аны істескен, кем алтық нымықтап тілін істескен кейбірлі, кем істезер қантюңыз, ол екі пасқы тілсініп шоқтызы. Принциптен, түткен үндейінің мотивациядан ол екі пасқын тілі шайшы тоғыз. Көрім қалзы, қайжы кіздің мотивациясы қайлық шаяшы мотивациясы, самай пасқы пайыттың қырынды. Қайжы кіздің мотивациясы мұнды. Ол нымықты саршы, яны үн пүйгені.
хайди мен искам проект толтырыз, мен бірден мен алыстырген четірттерім сірге. Анар тапанес бұрнақ радио фондында бар, мен ана бұзым болғанын искам. Жоқтанша хайди мен істем бірден алыстырды, мен четірттердің правильно бежеді. То есть хайжи біздің закон бар бірден алыстырғызға. Хотя, конечно, кізімізі бірден алыстырылудың жерінар, көпшілер многоворетимость текстов түшеліңізі алыптен нұқтың бір екі үш вариант болғануға кізімізі толтырыздың пөде хубыра прегізді шоқтерлер оқия. Шәші кізі қайдетік екінші жыл шоқтызы, екінші салы басқарық, шоқтымыздар басқарық бар екен. Амасерім аштан бүгін болған поэт кізі қажында қатынымыз. Аны хаттын, наоборот, не махумей. Хажи кізі хаттын сыбыры шоқынлар. И про хажи текстарны алзы, я много түшелер, ну вот, шибіргі, отыз, елік алыптен білген, сынынды алыптен нымықтың шаблоны про түй. Вот қайде тақпақтың шаблоны, я ол бір өндегі шаблон, бірлі, отыз тақпақ білзе, я шаблоның, все, слабы же тақпақшыздар сынынды. Ол шаблон, басылы поставленный системный құлыстар ситуацияны, я, если романдар көрініңіздер тақпақ деген. Мен санап үшін тақпақ деген көрінмелігі, может, болғаны кізі. Мұнда проблема жоқ. Или тақпақ наизусть үргенштер, я, сілер тақпақ үшін болспарыздар. Ситуацияны бұлар, я. Но поэт кізі, ол қажында қаттың менже. Аға, наоборот, қаттың башарылыз. И вот мұнда қажи пазабайт, ол саңай екі басқа принципті кізлер. И мәселе машыды бардым, хынызамен сұрық көрдіңдер, мәселе маш. Сілер ненже алыпты мен мақтычайдар, ол чоқтан 12, мен қайдата даже статья басқан болған, білеген чоңда, прай аттарын адыр, сығар салған болған. Но мен точно причем, базы мәселе маш алыпты мен мақтыңды или поймал паспасы, все, олар ет сылған. Нұғал пасылған кебілістігі роман, там сұлбында туғазы, нұғал роман, пасағызғанды кебіздің сыбыры поэма тәжіндер. Но нұғал роман, керек базы тілдің объемлардың емес қайда санапшылар жүздер. Но объем, конечно, керек неме. Ше романым үн неме зәмен артагейга сетім теориясында түстінчен. Ол санапшылар романым стилердің аймағы. Вот дамажақ түнгі роман алызы, ненже кізі қайдық шоқтан шқан болған кізінің бұл мұндай болған керек. Ол шоқ авторының стилі, ол салы қазық кізінің шоқы болар. Вот масерім ашқан анды мен үркіп тақпық бараным, ананды орыс частушкалары бар, кибельский неме бар, драматургический немезе тіл бар, драматурга хади песла пасылсын, еди пасылсын текст бар. Аның кибельский ритмін алзы, ананды бар, алты үндегі ритмдар, силабутоник бар, и силабический стих түнізді. То есть тіл аймағанды иледі. Анаңар ол поэма емес роман. А вот Хантюнгс ол поэма, ол роман емес. Доға андыл шаблон қостар елген бірлі ұңдайлық стиль. Ол тепс алықтың нымық ұңдайынже елген бірлі тіл, алықтың нымықтың тілі. Неме по там сұлғанды тұғаз бұл роман. Объемнары, Хантюнгстың объемы ұлық педестаркаларының сынызы, чем неме. Но жанрлардың, мұнзы поэма, тек за роман. Жанр көрегер. Вот мен тұтанызы, по поэтический принцип тәдалзы, мен, көмес пұлзымын арашырым, да, шоқтың бұра, Қажын правильно немелерді істі сықынды, но неме сықспырған мұнды неме. Мәсе роман шкөрін ялзы үйнетін трактат паспан хади кебірісті пазыға. Хотя, педикузот ұрс, поэзін алзы, Адаламынусов үйнетін трактат пасылған 3 штилі түпшелер. Ол шоқ түпшелер. Піске ан пазығы керек ян тұтырдан. Шоқ түпшелер. Қайдығы ян тұр бұл керек. И пузы анды кебірістірді пасылған. Анды болған түрек Яковский Сомароков, но олар силабекені пасылған. Силабекский стих там, олар ян тұңдайын атылғаны. Көмек күстен гүнді олардығы итылғаны. Вот, Ломоносов келген жоқ түпірген, или күйіст берген. Мәселе Амашының андай трактат чоғыл ше, ол күйіст берген хайди итіргі керек ян тұңдайын кебірістерінің. Аны бізінже сборник тілі ян тұртып абдалшқын үметін кебірісіше программный. И вот аны пілі тұры, мен тоже сақырскім хайди кебірісті пазы, хайди ұңдайларына, хайди принциптерна жүзе. Именно тюрен поставы сборник или большазы великий стек, памды, конечно, уже мага принциптерна сағана кел, тузолного ұңдай бұлспарғанды манифесте ұңдай, на күстін күргімейді бізіге, то есть ол ғанеді программный неме. Яннан, конечно, мәселе наш суның и майнаштың суның ғадет оларға күй бұларға уже, поэт кізге қаттанығы жарабысы, даже принциптерді қаттанығы жарабысы күй бұларға жүзі. Анар темен күлкілдің пасқа ұңдайларды. В общем, ғады неме келген. Мен келген деген идеяға бұлспарған. Мен адып үшін концептуализм,
либо конструктивизм орыстап шоқтызан. То есть сақс хайдик. Мен педе сақчым. Хайдикда кибілс шикізі мен чопшым кибілс шикізі гәрі ол тексттерді конструировать болчы, үйнетін. Вот там пройда сұрапшым, Гена Кичеевтің сұрапшым, ну, пасқаларын жүрді. Хадислер кибілс пасезер. Олар түшілер, мен жүрегімнен пасен. А немедені жүрегімнен пасен? Санында ол нандырғын емес. Жүрегімнен пасен кені ол метафора. Ну, кізі сыныпта кибілсті мистен пасен. Сынып алзыр, кізі мизі тоқчы, я. Ну, хади кізі пасен. Орыс кізі кибілстерді хади пасен. Олар тимді штамптарны, я. Ага, вметін сағынан даже керчу, вот я вас любил, любовь еще быть может, там по штамп, я. И оларның хостера паше, ол кішігдің азыр толдырып текстер, ол сил паше. Талдар кезеге анды ондай жоқ, ол дүйкі көйфімен саған бірізде баяновты көбізі қырғанлар, и текстерді кізіліп тыңғырдың желер. Шеқ әдегда олызы, Месерманш ол рас, ол керек тайбызған, ол алған ямықты кирусқан талдар тіліне. Талдар тілін үнден істес на немезін сақсылын. И фактически, бірші, трактаты баспалын болсы, Месер тамашаны сылын. И вот ол принциптерді сағына кезе от немедір ол конструктивизм. Ол идея неме, кибельс ол үйнетін пөтірішке неме. А үйнетін пөтірішке неме хади, паше, аны сағына керек. Я мен пөтішем по кибельсті пөтішем, я менаны немеге пөтішем по захайди. Но не мешем. Көрім газы хыр же алыр, алыр хыр, я, и хайди ганың эмоциялары бұл тексті, я. Вот там көрім ялзы. Мен бар мен. Экран ісінде олар. Вот нет. Кізлер түшелер, я поэзия, олар керек кізінің жүрегін қапшым эмоция жазды. Хынстың арбузы хыныс, допустим, Пушкин, я вас любил, любовь еще будет, я хайти хынған, вот иди трактовать олаға шерік. Но кернерован, мындек текст тағдырылып, я. Дыр был шил, тағдырлық шил бол. И второй докуши, ну, надо точка в определенный жёл, и орфография жёл, я. Суру. Хадис ли мы на анализе за тексты? Если мы киберлі гумдейна, традиционный гумдейна кезе, сілер сақты зар, вот, сибдейтер посылған, таң хымған, таң кемгеті хымман, хади, хади ғалық сақыстың, ғалық неме сақыстың, күштенген посылған, но оланды пазық еткенді, я. Хайдық идея, дыр бұлчыл, хади ғайден шызым? Хоп-штыргемді дәдесін. Вот я, дыр бұлчыл, тадыр бұлчыл бұлқыр. Шепылғана кебелсті бір аңын хади тегі тамылысты образтары, символары. Вот дыр бұлчыл, ол хайдық символ. Еще 2 минуты. Ол, конечно, футуризмный символар. Ол Алексей Крученых, андык илбек поэт болған я. И аның олардың идеяларын, конечно, тұрмыды прибол керек неме. Футуристер кемнер олар хади, олар нуғалар, иди пасыныр нуғалар, дыр бұлчыл, убершу, тұпанды, и всякий немелер дечелер, я нуғалдардың текстердің смысл жоқ, асаны тапсығылар звуктар, я остап жоқ не знаю. И олық идея начем авангардна же. Дыр бұлчыл, Прежде кізе, че ол авангардтың өн смыслы, футуризм смысл, я тадырлы, шыл попты. Амкамер тапсығылар хади өңілчілер. Дыр, тыр, я аффикс, жыл, пол, шыл, шыл. Тапсығылар түйін. А идея за хади, идея за тегешер. Авангард идея за тадырлы. Үге бұл құрған, но тадыр кізе шоқтыпшы. Бұл идея құрған, бұл қалған история. То есть идея авангарда, идея футуризма, дырбулчил Крученых тадырлып шилбултар. Шилбултар, ну я нам даже все. Как бы вот, шлет, я идея анализ дегашарил. И вот, конечно, вот Зарина, хайбек не сахшелизы, кізер, күштенче пазаға хайбек программы нөмір бар. И полный сборник, но мен юнит ничем программный киберстабил. Кенже менің бір рубаилдар, Үзен жүзі ойғалс ойынмы, авангард принциптер, и түрттен жүзі сөйтіп келген сөз, мен андып шаман академическая поэзия ұстап шөтізі немея. И түрттен жүзі, бізін жүзі мен андып басқа, и алтын жүзі мен кетпергенер ханымдың хан қызы сборник қызыға,
салонның скандальный ну купырдым еще про минуту а кері базамды купырдым бірде жарысымен мындай хан қызы кізе ну допустим андай персонаж я шуқтасты купырдым пиличи ол кебілстер паспортын менің ері мен үшін сенің ерің емес кізе чул менің ері паспортын талас мен үшін сенің ерің емес ал хан қызы менсің мен үшін шул сен емес и вот кізе реально ходили ну именно литературной ситуации. Вот если традиционно алзы, я вот месье Роман Шхайди басфан, ол иди басфан хадимин пасим. Ол басфан иди сагын мыжым, ага Пушкин пуди чух, хотя сагын живох, но юнетн программы поддержим. Мен же куршем, вот, конечно, крученых ты прилегерих я, а нам, ну, тогда мне тельбестин тут присядным, Пушкин же, я вас любил, нам характерно. Ханжим сага, ханы замены неке шурим незин, ханжим сага, ханы замены неке шурим зин берер анда, ше ам сырырнына или безн шуреңер, хонзынстын келер шурнеруда. Ханжим сага, тын пазны, айыр, прды күннеп, прды зын хайхи, ханжим сага шасша хайық шиде, худой паза иди первес хатып. Пушкин мен телбестеп көрдім, тогда тіліне нуға, хайдыр принцип там. Конечно, надо сақшы қылған, что кемге ты мечетті көргерсін қадим. Конечно, менің сақшы қылған Пушкинның телбестеге талдырыне. Үйін идея запылған, бұл қарабы скажил, я сарызығым Асерамаш Баниновтың нуға, то есть шаяшы мұндайның сарызығым. Вот үйін мотивация аңсылған. Асерамаш, например, Евгения Онегинның кезекте телбестеге неме, чол прай телбестеген, ол нуғал кезекті ал болған тазы телбестегенскен прай. А смысл жол просто күйіс көрген, что мен Пушкиным Банинов шотшым. Вот ген Пушкиным мұндайын тұзылын полчем, и аның ол принципті, ол ипшкін тузнығы романында. Вот там был сразу правильно тудыршамаға, смысл жоқ болған телбестеге Евгения Онегинның поддырли я и правильно. Это Онегинская строка, наверное, еще хорошо. Я. Ол ноймешок там Банинов. Ол орыс ұндайының кебіл ұндайын прай талдырлының ит матлымағының ит болғырзы. А мен по своей идее, мен обычным, мен кустачым кебестер пазырға, пәде эмоциональный емес, хади бытовой жизни, вот мен ханускам без вот ханстарам паузим жизни, ангелимес. Мен ана допустим академическая поэзия, в общем принциптер, то есть ол принцип постмодернизма или модерный принцип тера. Вот, ангелим видно где-то вот Хочу сказать, хорошее выступление, Александр Сергеевич. Сергей Александрович, прошу прощения, но я бы хотела возразить. Все-таки вот ваше выступление вы сказали о том, что сказитель исполняет, не изменяя текст. Я с этим категорически не согласна. Почему? Сказитель, он же импровизирует, и он в своей памяти, он держит именно конкретные устойчивые поэтические описания. Потом, по ходу исполняя свое героическое сказание, он вносит уже свой вариант устойчивых выражений, какие-то определения. Тем самым как раз-то и выражается мастерство сказителя. Если сказитель будет исполнять каждое сказание слово в слово, то есть мы не можем сказать, что это одаренный сказитель, что у него очень большое, значит, мастерство. Тревожный же. Да, то есть, понимаете, или я вас не поняла? Просто есть момент декларации. Момент декларации, то есть хайджи, когда декларируют творческие принципы, допустим, вот там из Бурнаков, они говорят, я ничего не изменил. Но мало ли что декларируют хайджи. Вот поэтому я сказал, вот многовариативность, это есть момент творчества хайджи. Да. Конечно, хайджи не может тупо, скажем, раз и повторить слово в слово, да. Он обязательно где-то один раз он так расскажет, второй раз он перескажет чуть-чуть, дополнит, чуть-чуть изменит. Но есть основные шаблоны. Да, вот шаблоны, вот они тут не имеют права, никто из хайджи вообще эти шаблоны не меняет. И вот этот принцип, он остается. Конечно, хайджи может добавить сюжетные линии, да, образную систему он добавит, он даже поменяет, может быть, географические какие-то варианты. Он остается в рамках традиции. Да. Но смотрите, однозначно, что прямо исполняется слово в слово. Нет, это декларация. То я говорил о моменте декларации. Но поэт, когда декларирует, допустим, да, он, наоборот, не может, ему не надо, нельзя повторяться в шаблонах. Вот, допустим, берет, скажем, да, Тахпахи.
Майсер Маш, ну, поэт может написать 10-20 тахпахов, но 1000 тахпахов поэт уже не напишет, ему это уже не интересно. Он напишет рубаи, напишет газели, напишет иные, то есть он будет исследовать язык с других случаев. Творчестве тут это вечный спор, что Я вот касается... сказал, наверное, спасибо. До приятного момента остается чуть-чуть.